Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге Новый Медиа 67 жобасы және мен Мекенбаева Аружан. Астана қаласы номер 67 гимназиясында болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасы аясында мәңгілік ел мұраты рухы берік отбасы атты ата-аналар конференциясы өтіп жатыр. Мінеки көріп отырғандарыңыздай семинарымыз қатысушыларды тіркеу бөлімімен басталуда. Әрі қарай 4 секция бойынша шебер сыныптар мен тренинг, отбасылық кеңестер өткізіледі. Конференция мақсаты ұлттық болмыстың негізінде заманға сай ел болашағына тәлім-тәрбие беріп отырған рухы берік отбасылардың құндылықтарын насихаттау. Қайырлы күн. Біз 67-ші гимназияда, Астана қаласының 67 гимназиясында ата-аналардың арналған мәңгілік ел мұраты рухы берік отбасы атты конференцияға келдік. Қазығұрт мойындарлық заң колледжінен. Жалпы конференция бұл ата-аналар мен мұғалімдердің мектептің арасындағы тығыз байланысқа үлкен маңызы зор деп білемін. Астана қаласының номер 67-ші гимназиясында өткізіліп жатқан конференцияға Астана қаласының жалпы білім беретін мектеп мұғалімдері, қамқоршылық кеңес және гимназия ата-аналары мен гимназия серіктестері қатысады. Сонымен ғана қоректенеді, топырақсыз. Гимназияның отбасылық оқырмандар клубы Мұхтар Шахановтың отырар поэмасын талқылады. Сонымен қатар латын әліпбиі апробациялық үйірмесі және робототехника үйірмесі өз жұмыстары мен жобаларын ата-аналарға таныстырылым жасады. Сондай-ақ оқушылар арасында қазақ хандығы, шахмат сынды ойындар ойнатылды. Осы семинар ата-аналар отбасылық сайыстар, түрлі сайыстар, семинарлар өткізіліп жатыр ғой. Сол сайыстар қорытындылана келе бүгін семинар өтті. Функциональная грамотность наших детей растет, активность их растет, это будущие лидеры, это будущие строители. 4 сағатқа созылған бұл ата-аналар конференциясынан түйгеніміз, номер 67-ші гимназияның білім әлемдік, тәрбие ұлттық деген ұстанымына сәйкес, заманауи ұрпақты тәрбиелеуде осындай іс-шаралардың берері мол. Ата-ана, мұғалім, оқушы атты үш ұғымның бірлесе, жұдырықтай жұмыла істеген әрбір әрекеті, әрбір жұмысы жеміссіз қалмайтынына көз жеткіздік. Арнайы елден хабар үшін Астана қаласы номер 67-ші гимназиядан.